Мәнерлеп сырғанау спорттың ерекше түрі. Мұнда спортшы конькимен сырғанып, әсем әуеннің ритміне сәйкес түрлі әдісте қимыл жасайды. Жалпы мәнерлеп сырғанау алғаш рет Ұлыбританияда пайда болған. Қазақстандықтар арасында жұптасып сынға түсуден алғашқы болып, Стекольникова мен Казарлы бақтарын сынады. Олар 1996 жылы Харбинде өткен 3-ші қысқы Азия ойындарында алтын жүлдегер атанды. Сонымен қатар Денис Тенді атап кетпеу мүмкін емес. Ол мәнерлеп сырғанаудан 2013 жылғы әлем чемпионатының күміс медаль жүлдегері. 7-ші қысқы Азия ойындарында мәнерлеп сырғанаудан чемпион. Қазақстанның 3 дүркін чемпионы. Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Нұржан, Денис жақындағына елордамыздың 20 жылдық мерейтойына арнап, Денис Тен және оның достары атты мұзды шоу жасады. Мұндағы қойылымдар мен айрықша декорация, әдемі костюмдер мен мәнерлеп сырғанаудағы қайталанбас қимылдар Астана тұрғындары мен қонақтарына ерекше көңіл күй сыйлады. Толығырақ тілшіміздің сюжетінде. 20 жылдыққа арналған мұз шоуы. Мәнерлеп сырғанаудан Сочи Олимпиадасының қола жүлдегері Денис Тен және оның достары Астананы туған күнімен құттықтады. Әлемнің 10 елінен келген мәнерлеп сырғанаушылар әсем әуенмен мұз үстінде өнер көрсетіп, көрерменнің ықыласына бөленді. Бұл жолғы шоудың ерекшелігі сол, Денис Тен өзінің композитор ретінде таныта білді. Өйткені Франциядан келген Александр Люкченко мен Жан-Денис Санчес өнер көрсеткен әуеннің музыкасын қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы өзі жазған. Сондай-ақ акробат Мари Пьердің өнері көрерменді ерекше таң қалдырса, ең қызықты қойылым германиялық жұп Алена Савченко мен Бруно Массонко болды. Жапониядан келген жігіт өнер көрсетті. Сол спортсменнің өнерінде атап өткім келеді. Айналған туып каскадтардың барлығы өте сәтті, өте әдемі шықты деп ойлаймын. Жалпы мынау шоу өте қатты ұнады. Мен де Денис Тен сияқты болғым келеді. Денис Теннің мұз шоуы осымен 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Жыл сайын өткізілетін бағдарламаны тамашалауға тек қазақстандық емес шетелдік көрермендер де жиналды. Бұл жолы шоуға Жапония, Корея және Италия сынды елдерден 100-ден аса жанкүйер келген. Маржан Нүсіпбек, Айбек Тынбаев, арнайы Қайырлы таң үшін.